Конференция лигасының финалына жақын қалды. Мамырдың 28-нен 29-на қараған түні Польшаның Вроцлав қаласының стадионында нағыз футбол мерекесіне куә боламыз. Әлем назары екі клубқа Битис пен Челсиге аумақ. Бұл тек трофей үшін күрес емес, бұл бір-біріне мүлдем ұқсамайтын екі философияның қақтығысы. Кім жеңеді? Испаниялық ойын үлгісі ме, әлде ағылшындардың шапшаң шабуылдау күші ме? Бүгін біз осы сұраққа жауап іздейміз. Достар, видео пари матчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Конференция лигасының финалы өтетін орын ретінде Вроцлав стадионы таңдалды. Екі дүркін Польша чемпионы Шлёнцтың үй аренасы 40 мыңнан астам жанкүйерді сыйдыра алады және елдегі үшінші ең үлкен стадион болып саналады. 2011 жылы салынған стадион Польша мен Украинада өткен Евро 2012 турнирінің 3 матчын қабылдаған. Қазіргі таңда бұл арена Польша құрамасының негізгі алаңдарының бірі. Стадион Силезия аймағының астанасы және Польшадағы үшінші ең ірі қала Вроцлавтың солтүстік батысында орналасқан. Командалардың финалға дейінгі жолы әртүрлі болды. Битис жалпы кестеде 15-ші орын алып, 1/8 финалға плей-офф арқылы өтті. Ал Челси жалпы кезеңде 6 ойынның барлығында жеңіске жетіп, бірінші орынмен плей-оффқа шықты. Кейін сол кезеңде 6 матчтың 5-еуінде қарсыластарын қапы қалдырды. Жартылай финалда Мануэль Пелегрини жаттықтыратын Битис бұған дейін 2 мәрте финалға шыққан Фиорентинамен кездесті. Алғашқы ойында испаниялық клуб 2-1 есебімен басымдық танытты. Гол авторлары Абдесамат Эзальзули және Антони. Флоренциядағы жауапты ойында негізгі уақыт 2-1 есебімен Фиорентинаның пайдасына аяқталды. Қосымша уақытта шешуші голды 97-ші минутта Эзальзули соқты. Ал Челси жартылай финалда шведтік Юргерден аяқдопшыларымен күш сынасты. Лондондықтар сырт алаңда өткен бірінші кездесуде 4-1 есебімен жеңіске жетіп, екі ойынның қорытындысы бойынша 5-1 есебімен ақтық сынға жолдама алды. Стэмфорд Бридждегі жалғыз голды Кернан Дьюсбери Холл соқты. Бұл оның конференция лигасындағы 4-ші голы. Бұл финал ағылшын және испаниялық клубтар арасындағы UEFA турнирлеріндегі 17-ші ақтық ойын. Бұған дейінгі 16 финалдың 11-ін испаниялық командалар жеңіп алған. Соңғы 9 ақтық ойында осы ел ұжымдарының мерейі үстем болған. Екі бас бапкер арасында да өзіндік интрига болмақ. Челсидің италиялық бапкері бұрын орталық жартылай қорғаушы болған Энцо Мареска 2011-2012 жылдары Битистің қазіргі жаттықтырушысы Мануэль Пелегринидің қол астында Малагада ойнаған. Кейіннен 2018-2019 жылдары чилилік маманның Вест Хэмдегі көмекшісі болды. Ол мен үшін кәсіби әке секілді деп әзілдеді Мареска олардың қайта қауышуы алдында. Сонымен қатар Мареска Битистің ең басты қарсыласы саналатын Севилья сапында 4 маусым өнер көрсетті. Осыған орай Челсидің бас бапкері 2005 жылдың қарашасында Битиске қарсы дербиде жеңіс голын соққанын еске алды. Олардың мені жақсы көрмейтінін білемін деп жымиып жауап берді Мареска. Челси және Битис аяқдопшылары алғаш рет 1998 жылы Кубок иелері кубогының ширек финалында кездесті. Сол кезде ағылшындар 2 матчтың қорытындысы бойынша 5-2 есебімен жеңіске жеткен. Бірінші ойында Туре Андре Фло дубль жасап лондондықтарға сырт алаңда жеңіс сыйлады. Жауапты матчта да Челси басым болды. Көзге түскендердің қатарында Роберто Де Матео мен Жан-Франко Дзола бар. Екінші рет қос команда Чемпиондар лигасының 2005-2006 маусымының топтық кезеңінде кездесті. Стэмфорд Бридждегі бірінші матчта Дидье Дрогба мен Рикардо Карвальо ойынның алғашқы жартысында гол соқты. Ал ойынның екінші жартысында Джо Коул мен Эрнан Креспо есепті 4-0-ге жеткізді. Екі аптадан кейін Севильяда өткен жауапты ойында Битис қарымта қайтарды. Жалғыз голдың авторы Дани. Бұл жеңіс Битис үшін ағылшын клубтарына қарсы өткен 8 ойындағы алғашқы жеңісі болды. Айта кету керек, Битис өткен аптада Ла Лиганың 37-ші турында Мадридтің Атлетикасына 4-1 есебімен есе жіберді. Қазір Битис еншісінде 59 ұпай бар. Команда турнир кестесінде 6-шы сатыда келеді. Ал Челси өткен аптада АПЛ-де Манчестер Юнайтед қақпасына жауапсыз бір допты ұтып, кезекті 3 ұпайына қол жеткізді. Лондондықтар 66 ұпаймен кестеде 5-ші орында
жолда тұр. Чемпиондар лигасының келесі маусымына жолдама алу үшін Челсиге АПЛ-дың келесі турында жеңіс ауадай қажет. Спортпульс сайтында турнирдің күнтізбесімен танысу мүмкіндігі бар. Онда тек АПЛ ғана емес, басқа да ел біріншіліктеріндегі ойындардың өтетін уақытын, лайв және қорытынды нәтижелерін көруге болады. Әлемдік футболдың соңғы жаңалықтарын Спортпульс сайтында оқы. Реал Бетис конференция лигасының финалы алдында елеулі артықшылыққа ие. Өйткені Ла Лига олардың келесі ішкі матчын кейінге шегеруге рұқсат берді. Энцо Мареска жаттықтыратын Челси үшін бұл апта маусымдағы шешуші апта болғалы тұр. Алдымен олар Премьер-лиганың қорытындысы бойынша Чемпиондар лигасына жолдама беретін орынды иелену керек. Одан кейін Польшада өтетін конференция лигасының финалында трофей үшін күреседі. Ал Премьер-лиганың соңғы туры 3 күн бұрын жексенбі 25 мамырға жоспарланған, және бұл күні барлық 20 команда бір уақытта ойнайды. Челси үшін Сити граундта Ноттингем Форестке қарсы ойын өте маңызды. Бұл Еврокубок жолдамасына таласып жатқан тікелей бәсекелес. Ал Испанияда Ла Лиганың маусымы аяқталады, бірақ елде соңғы турда барлық клубтардың бір мезгілде ойнауы міндетті емес. Осылайша бастапқыда дәл сол жексенбі күні өткізілуі тиіс болған Бетис пен Валенсия арасындағы матч жұма 23 мамырға жергілікті уақытпен сағат 21-ге ауыстырылды. Бұл шешім Ла Лига күнтізбесінде жаңартылып, клубтармен ресми түрде расталды. Қысқаша айтқанда, бұл Мануэль Пелегринидің командасына Польшаға сапар шегіп, Челсиге қарсы кездесуге дайындалу үшін 48 сағаттық артықшылық береді. Сонымен қатар испаниялықтар өздерінің соңғы ішкі чемпионатындағы матчында турнирлік маңыздылықтың жоқтығына байланысты уайымдамаса да болады. Олар Европа лигасына жолдама алып қойған, ал Чемпиондар лигасының аймағында тұрған командаларды қуып жете алмайды, және өзінен төмен тұрған клубтар да оларды қуып жете алмайды. Ал Челсидің бас бапкері Энцо Мареска испандық Реал Бетистің конференция лигасының ақтық ойынға дайындалуға едәуір көп уақыты бар екеніне наразылық білдірді. 100% мен бұған риза емеспін. Европалық финал алдында басқа командаға 48 сағатқа көп демалыс беруге болмайды. Онда біз жұма күні ойнайық, немесе оларда біз сияқты жексенбіде ойнасын. Бұл шешім кімнен шыққанын білмеймін. Ла Лига ма, Премьер-лига ма, әлде УЕФА ма? Бірақ егер осы бөлмедегі адамдардан қарсылас командада финалға дайындалуға 48 артық уақыт болуы дұрыс па деп сұрасаңыз, олар жоқ деп жауап береді, деді Мареска BBC-ге берген сұхбатында. Бетис құрамында ақтық ойынға қатысатын аяқдопшылар Адриан, Сабали, Бартра, Натан, Родригес, Кардоса, Форнальс, Антони, Иска, Эзальзули, Бакамби болуы мүмкін. Жарақаты бар Виетес және Сабалидің финалда өнер көрсетулері әзірге белгісіз. Ал Авила, Балерин, Лориенте және Рока жарақаттарынан айықпағандықтан ойынға қатыспайды. Финалға бір апта қалғанда Джони Кардосаның физикалық дайындығы күмән тудырғанымен ақш құрамасының жартылай қорғаушысы шешуші ойынға дейін қалпына келуі тиіс. Пелегриниді негізгі қақпашы Фран Виетестің бұлшықет жарақаты және оң қапталдағы қорғаушы Юсуф Сабалидің иық жарақаты да алаңдады. Егер Виетес үлгермесе, қақпаны 38 жастағы Адриан қорғауы мүмкін. Ол Ливерпуль сапында 2019 жылғы УЕФА суперкубогында Челсимен болған матчта пенальти сериясында басты қаһарман атанған. Челси құрамында ақтық ойынға қатысатын аяқдопшылар Йоргенсен, Джеймс, Адарабию, Бадиашвили, Кукурелли, Кайседо, Дьюсбери Холл, Мадуэка, Палмер, Санчо, Джексон. Нкуку және Гиюдің өнер көрсететіні әзірге белгісіз. Ал жамбас бұлшықеттері жарақаттанған Уэсли Фофана мен Килимен, сондай-ақ тізе жарақаты бар Давид Фофана ойынға қатыспайды. Финалдағы негізгі құрам жайлы Маресканың шешімі жексенбіде Ноттингем Форестке қарсы өтетін Премьер-лигадағы шешуші матчтан кейін белгілі бола бастайды. Осы ойында алаңға шығатын негізгі құрамға қарап Маресканың финалға кімді сақтайтынын болжауға болады. Ол бірнеше сұхбаттарында конференция лигасы ақтық ойынның маңызы Ноттингеммен болатын шайқастан кем емес екенін бірнеше рет атап өтті. Бетис бойынша тілші Саймон Харт былай дейді. Испаниялық клубтың соңғы медиа күні барысында Пелегрини алда болатын ақтық ойында сабыр сақтау керектігін ерекше атап өтті. Бұл клуб тарихындағы алғашқы Еврокубок финалы, сондықтан айналасында үлкен дүрбелең бар. Ал сол эмоцияларға бой алдырмай салқын қанды болу қазір аса маңызды. Мұнда Исканың тәжірибесі зор рөл атқарады. Ол тек Бетистің шабуылдарын ұйымдастырушы ғана емес, сонымен қатар Реалмен бірге көптеген трофейлерді жеңіп алған ойыншы. Бетис өз қақпасының қауіпсіз
қауіпсіздігін бәрінен жоғары қоятын команда емес. Бұл олардың соңғы 10 матчтағы жіберілген голдарынан да көрініп тұр. Пелегрини финалда да севильялықтардың шабуылға құрылған ойынын өзгертпейтінін уәде етті. Ал Челси бойынша тілші Джо Терри былай дейді: бүкіл маусым бойы Мареска конференция лигасын академиядан шыққан талантты жастарды сынақтан өткізу алаңы ретінде пайдаланды. Бірақ енді трофейдің тағдыры шешілмек. Ең үлкен сұрақ ол осы ойында тәжірибеге сенім арта ма жоқ па? Өйткені өзінің айтуынша бұл матч жақсы маусымды тамаша маусымға айналдыра алады. Вроцлавта Марескаға оның бұрынғы бапкері әрі әріптесі Пелегрини қарсы тұрады. Бұл жерде шәкірт пен ұстаздың текетіресі де бар. Мұның бәрі италиялық маман сәрсенбі күні ең мықты құрамын алаңға шығаратынын білдіреді. Бұл финал тек кубок үшін емес, бұл сенім мен көзқарастың шайқасы. Битиш және Челси, сен кімге жанкүйерсің? Пікір жаз. Арнаға жазылып, бейнені достарыңмен бөлісуді ұмытпа.